Бізге осы ені 4 сантиметр ленталардан 400 керек болады. Астындағы мата 13-те 13. Ақ түсті осылай көбірек етіп 4-те 4 етіп кесіп аламыз. Және бір түсін тағы 4-те 4 етіп кесіп аламыз да осылай бір-біріне жалғап тігеміз. Оны жаңағы ақ лентаға осылай жанынан қойып тігіп аламыз. Міне осы тігіп алғанымызды жаңағы астындағы матаға осылай бұрышына қоямыз. Қойып, екі жағынан тігіп тастаймыз. Міне тігіп алдық. Енді келесі түсімізді алып, жаңағы 4-те 4 ақ матаны осылай бетімен бет етіп қойып аламыз. Сосын оңнан солға қарай тігеміз бірінші. Диагоналінен оңнан солға қарай. Артығын кесіп тастаймыз. 5 мм қалдырып. Сосын осылай ашып, жаңағы блоктың қасына қоямыз. Не осылай. Енді тігіп тастаймыз. Енді тағы да сол түсімізді аламыз. 4-те 4 ақ матаны аламыз. Енді солдан оңға қарай тігеміз. Керісінше. Артығын кесіп тастап, енді оң жағына тігеміз. Міне тігіп алдық. Міне осылай тігіп алдық. Енді келесі түсін дәл солай етіп тігеміз. Ең бірінші солдан оңға қарай, не қасына тігеміз. Сосын оңнан, солдан оңға қарай қасына тігеміз. Міне блок дайын болды. Бірақ бізге бұдан тағы да 3 керек болады. Жеке-жеке қолдансаңыз да болады, бірақ 4-еуін біріктірген әдемі болады. Міне осындай тюльпан бізде шығады. Міне әдемі тюльпан қорағымыз дайын болды. Қазір біріктіріп тігеміз. Ең бірінші тігінен